Халықтың көбі комментарияда көп жерлерде жазып жатыр. Неге осы уақытқа дейін баланы ұстап жатсыңдар? Керек қаражатты жинап бердік қой. Енді неге отырсыңдар? Нені күтіп отырсыңдар деген мәселеге келіп тіреледі барлығы. Біріншіден айтарым, құжаты дайын болмай жатыр. Паспорты Ербаяндікі біз секілді бір жұмада дайын болатын нәрсе емес. Оныкі қазіргі состояниясында, қазіргі жағдайында тексерілу керек. Ең көлемінде 15 күн уақыт деп нетті. Бір жұма деп паспортына тапсырғанбыз, оған болмады. Одан кейін қайтадан 15 күн деді. Сол енді 15 күннен нәтиже алып документті қазіргі таңда сол паспортын күтудеміз. Заграничный паспортын күтудеміз. Біздікі анасы екеуміздікі дайын. Екінші мәселе, Ербайының жағдай әлі шетел жаққа апаруға әлі жағдайы келмейді. Оны бүгін таңертең Инга Иманбаева екеуміз министрде болдық, здравоохранение министрінде, Айназаровада болдық. Ол кісімен сөйлестік, мәселенің барлығын айттық. Бізге қазіргі таңда баланың шетелге шығарып, өзіміздің таңдаған клиникамызға жеткізіп берудің жолын сұрадық. Министр Айназарова барлығына келіскендей болды. Шешуге тырыссам деді ол кісі. Бірақ бүгін ертең деп айта алмаймын. Бір 10 күн, 15 күннің көлемі болады деп.